Енді капсулаларға қалай рецепт жазамыз? Капсулаларға рецепт жазу үлгісі таблеткаларға ұқсайды. РП деп қысқартып жазып аламыз, РСП деген сөзді. Содан кейін бастап препараттың атын жазамыз. Мысалы, левомицетин деген антибиотик бар, оны біз бірінші жазамыз левомицетини деп. Ол латынша былай жазылады. Цетини, левомицетини. Содан кейін осы препараттың дозасын жазамыз, 0,5 грамм. Сосын даталес, дузес, номера дейміз да, қанша капсула екен жазамыз, номер 20. Сосын мына жерде ин капсулис деп капсула екен көрсетеміз. Ин капсулис. Таблетка жазған кезде дәл осылай рецепі аспирини 0,5, даталес дозес номері 10, ин табулеттис деп жаздық қой. Ин табулеттистің орнына ин капсулис деп жазамыз. Сосын сигна дейміз да, мына жерде бір капсуладан күніне мысалы 2 рет, әр 6 сағат сайын, әр 4 сағат сайын, мысалы мына жерде қызылмен жазайын қазір. Күніне бір капсуладан әр 6 сағат сайын деп жазса болады. 6 сағат сайын деп.